Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қолжетімді заттардан дайындалатын сливкисіз, шоколадсыз вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оригинал рецептен ешқандай да айырмашылық жоқ. Ең бастысы қолжетімді заттардан дайындалады. Просто дайындап көріңіздер, сосын тек қана осы рецептпен дайындайтын боласыздар. Ендеше бастаймыз. Алдымен жұмыртқа, үстінен қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Және мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен тегін мастер-класстармен, ерекше дәмді болып шығатын тағамдар мен тәттілердің рецептілерімен әрдайым бөлісіп отырамын. Жоғалта алмас үшін мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді үстінен ерітілген сары май құйып араластырамыз. Үстінен какаоны електен өткізіп саламыз. Венчикпен араластырамыз. Кішкене осылай қоюланады. Үстінен ұнды саламыз. Ұнды екіге бөліп саламыз. Алдымен осылай 100 граммын салып алдым. Содан кейін разрыхитель саламыз. Разрыхительді өлшеп алыңыздар. Венчикпен араластырамыз. Араластыра отырып, екінші жарты ұнымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Бізде осындай қоюлықта қамыр шығады. Енді осыны пергамент қағазын төсеп, формасын сызып аламыз. Мен 24 диаметрде сыздым. Енді 3 бөлікке теңдей етіп қасықпен бөліп шығамыз. Үш бөлікке осылай теңдей етіп бөліп шықтық. Енді қасықпен осылай қамырды жаямыз. Тегіс болу қажет. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Пеште ұзақ ұстап қоймаңыздар, бұл тез-тез пісіп шығады. Пеште ұзақ уақыт тұрып қалатын болса, кождарыңыз жұмсақ болмай қалады. Сол үшін қадағалап отырыңыздар. Енді кремін дайындайтын боламыз. Қаймақты крем дайындайтын боламыз. Үйдің қаймағы болуы қажет. Барлық дүкендерден таба аласыздар. Үстінен қант ұнтағын саламыз. Дәміне қарай 6-7 қасық шамасында салдым. Миксермен араластырамыз. Енді үстінен загуститель саламыз. Загуститель мұнда бізге кремді қоюландыру үшін қажет. Барлық кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Мінекей креміміз осылай қоюланады. Креміміз дайын. Кождарымызда пісіп шықты. Мінекей қараңыздар қандай жұмсақ болғанын. Енді тортты жинаймыз. Осылай үстіңгі бетін астына қаратып қоямыз. Енді кондитерлік мешогымызға осындай креміміз салып алдық. Ешқандай насадкасыз шарикте шығарамыз. Ортасына да крем жағуды ұмытпаңыздар. Енді осылай коржымызды үстінен қойып, тағы да шарик жасап шығамыз. Барлық креміміз жағып алдық. Енді үшінші коржымызды қоямыз. Үшінші коржды, мысалға астыңғы беті 24 диаметр болатын болса, үстіңгі коржын 23 диаметрде кесіп аламыз. Шетін шоколадты құйған кезде әдемі болып. Бетіне ганашқа шоколадпенен сүтті араластырып құйдым. Қалауларыңыз бойынша какаодан ганаш дайындасаңыздар да болады. Бетін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Түрлі жемістермен, шоколадтармен әсемдеуге болады. Мен құлпынайды осылай кесіп, әдемі етіп әсемдеп шықтым. Кем дегенде холодильникте 7-8 сағат тұруы қажет.
толық крем сіңгеннен кейін кесіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына мен 100% сенімдімін. Мінекей қараңыздар қандай жұмсақ болып шығатынын. Егер де сіздерге видео рецепт ұнаса, астына лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.